Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін анаммен бірге қысқа арналған, яғни банканың ішінде жабылатын мохито сусынын дайындайтын боламыз. Мохитоның ең күшті рецептісінен құр қалмас үшін видеоны соңына дейін қарап отырыңыздар. Және де құрметті достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ең алдымен біз банкаларымызды жуып, осылай күннің астына кептіріп қоятын боламыз. Мохито сусынына өздеріңіз қалаған жемісті қолдансаңыздар болады. Біз бүгін өзіміздің аулада өсіп тұрған қара өрікті қолданатын боламыз. Немесе сары өрік, алма секілді жемістерді қолдансаңыздар болады. Содан соң бізге апельсин, лимон керек болады. Содан соң бізге қант керек болады, өздеріңіз қалауыңызша қосасыздар. Содан соң осындай жалпыздың кішкене ғана бөліктері керек болады. Толық рецептісін описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ендеше жемістерімізді тураға көшейік. Ең алдымен апельсинімізді тураймыз. Біз қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта домалақ етіп турайтын боламыз. Біз бүгін 3 литрге жабатын болғандықтан осындай үлкен-үлкен 2 бөлігін салатын боламыз бір банкаға, ал лимонның бір тілігін салатын боламыз. Барлығын тура осылай әдемі етіп турап шығамыз. Және де құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де кішкентай ғана қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Және де комментарий бөліміне алдағы уақытта менен қандай рецепттер күтесіздер, соны жаза отырыңыздар. Менің каналыма кірсеңіздер, плейлист бөлімінде әртүрлі видеоларымды топтастырып қойғанмын. Мысалға пирогтар, торттар деген секілді. Кіріп қарасаңыздар болады, және де сіздерге керек болады деген ойдамын. Апельсинімізді турап болғаннан соң лимонымызды тураға көшеміз. Лимонымызды да тым жұқа етіп тураудың қажеті жоқ. Орташа қалыңдықта тураңыздар. Және де лимонның ішіндегі дәнектерді біз алып тастайтын боламыз. Ол бізге керек емес. Егер де сіздерде апельсиннің ішінде де дәнектері болатын болса, оны алып тастаңыздар, өйткені ол бізге керек емес. Міне осылай барлығын дайындап аламыз. Келесі кезекте банкаларымызды стерильдеуге көшеміз. Менің анам осылай шәугімдердің ішіне банкаларды салып қойып булайды. Сіздерде осылай жасасаңыздар болады. Содан соң қақпақтарымызды әдемілеп содамен жуамыз да, суға бір қайнатып алатын боламыз. Міндетті түрде таза болу үшін менің анам солай жасайды. Келесі кезекте біз банкаларымыздың ішіне жемістерімізді салып шығатын боламыз. Барлығына бірдей етіп салып шығамыз. Содан соң жақсылап жуылған жалбызымызды саламыз. Содан соң жаңағы турап алған апельсиніміздің 2 бөлігін, ал лимонның 1 бөлігін саламыз да, барлығына бірдей етіп салып шығатын боламыз. Және де банка жауып жатқанда міндетті түрде тазалық шараларын сақтаныңыздар. Егер де сіздердің банкаларыңыз атылып кетіп жүрген болса, ол әбден тазалыққа байланысты болады. Сол үшін тазалықты сақтап отырыңыздар. Біз банкалардың ішіне барлығын салып болдық. Содан соң осы салынған заттарымыз батып тұратындай етіп, қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз да, қақпақтарын жауып 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Бұл біздің жемістерімізді стерильдеуге, яғни бактерияларын жоюға көмектеседі. Және де менің анам әр компот, яғни әртүрлі банкалар жапқан кезде міндетті түрде қатты қайнап тұрған суды қолданады. Содан соң міндетті түрде банкалардың барлығын стерильдейді. Сол кезде біздің банкаларымыз атылмайды және де жақсы болып қысқа шейін сақталатын болады. Бізде 20 минут өтті. Енді банкаларымыздың аузына осындай арнайы тесік қақпақтарды қоямыз да, жаңа құйған суларымыздың барлығын төгіп шығатын боламыз.
Бұл суды қайттан қайнатып, банкаларымыздың үстіне қазір құятын боламыз. Сол үшін толықтай бір қайнатып аламыз. Оған дейін біз банкаларымыздың ішіне қантты салатын боламыз. Менің анам қантты 1 стакан және де жарты стакан, яғни 1,5 стакан салатын болады. Бұл стаканның өлшемі 200 грамдай, яғни бізге 250 грамдай қант кететін болады. 1-3 литр банкаға сонша кетеді. Егер де тәттіні қаламасаңыздар, аз қосуға да болады. Біздің жаңағы жемістеріміздің әдемі түсі шыққан суымыз қайнады. Енді банкаларымызға бірдей етіп үлестіріп құйып шығатын боламыз. Міне ол суымыз жартылай болып жетті барлық банкаға. Енді әр банкаға жақсылап қайнап тұрған ыстық суымызды толтырып құйып шығатын боламыз. Барлығына толтырып міндетті түрде қатты қайнаған суды құямыз. Содан соң банкаларымыздың крышкасын әдемілеп жауып шығамыз да, қанты ерігенше осылай аунатамыз. Қантымыз толық ерігенше аунатып шығуымыз қажет. Және де банкаларымыздың барлығын төңкеріп тастаймыз да, бір күннен соң, яғни 24 сағаттан соң ашатын боламыз. Міне осылайша біздің мохитомыз дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Түсін қараңыздар, өте әдемі болып шыққан. Барлықтарыңызға сәттілік. Сіздермен бірге болған Раушан.